Мысалы, Илья, сізге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Сіз қазақшаңыз өте жақсы. Қазақ тілін қалай жүріп үйрендіңіз? Вот на каком языке вы думаете? Енді мен ойлағанмын, Илья, сіз Шымкенттен келді ме екен деп. Аяқ қолмен жұлып алып кетеді. Аяқ қолмен жұлып алып кетеді. Мен бірінші сыныптан ата-анам қазақ мектебіне берді. Негізі экспериментпін ба деп ойлаймын өзім кейде. Сіз өзіңіз орыс ұлтының өкілісіз, иә? Ұлтыңыз орыс, иә? Иә. Хочешь, не хочешь, научишься деді ғой. Баршаларыңызға сәлем. Бұл Агатолкс студенттік телестудиясының 4-ші шығарылымы. Және де менің есімім Илья. Мен Азаматтық авиация академиясының 1-ші курс студентімін. Бүгінгі подкаст Қазақстандағы үш тілдікке арналады. Үш тілдік мәселесін қозғаймыз. Және де бүгінгі біздің қонақтар ол Разия Курманжановна және де Гүлназ Қажымұратовна. Мен Разия Курманжановна, Азаматтық авиация академиясының ағылшын тілі кафедрасының меңгерушісімін. Өзім доктор философии по специальности авиационная техника и технология. Саламатсыздар ма? Менің аты-жөнім Тулекова Гүлназ Қажымұратқызы, Азаматтық авиация академиясының профессоры, филология ғылымдарының кандидаты. Бәріңе сәлем. Жоқ, бұл жарнама емес. Сіздер біздің студенттік телестудиямызға қолдау көрсетсеңіз болады. Оны қалай жасауға болады? Қазір көрсетемін. Каспийға кіріп, платежиді басыңыздар. Одан кейін Академия гражданской авиация деп жазасыздар. Барын толтырғаннан кейін назначение платежаға кіріп, задонатыйды басасыздар. Керекті сумаңыз жазып, толтырасыздар. Халыққа кіріп, платежиді басқаннан кейін Академия гражданской авиация деп жазыңыздар. Одан кейін бәрін толтырып, назначение платежаға кіріп, задонатыйды басыңыздар. Керекті суманы жазып, жібересіздер. Сонымен қатар осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, осы видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Ал енді бүгінгі бірінші сұрағым, осы сіздер мұғалімсіздер, сабақ бересіздер, және де балалар әртүрлі тілде сөйлейді. Олар қазақша, орысша, ағылшынша тілдерде сөйлейді. Және де бірақ араларында кейбіреулері мысалы орысша сөйлейтіндер қазақшаны сөйлемейді, ал егер қазақша сөйлейтіндер кейбіреулері орысша сөйлемейді немесе ағылшынша сөйлемейді. Және де бұл мәселе жайында өз пікірлеріңізді айта кетсеңіздер. Енді мен тоқталып кетейін осы мәселеге. Как исполняющий обязанности заведующего кафедры, мы в этом году начали обучение наших студентов с первого курса распределять по уровню, уровень CEFR, according to that is CEFR framework, European framework. И у нас разделились группы на A1 по C1 плюс. И на самом деле вот это вот распределение по группам дало хорошую прям мотивацию для наших студентов, где студенты начали на занятиях вести себя прямо уверенно. У них был разрушен языковой барьер. Почему? Потому что когда сидят разноуровневые студенты, появляется комплекс у тех студентов, у кого уровень ниже, например. И по результатам вот первого семестра обучения, со второго семестра уже у нас определились 6 групп. Ну, условно говорю, 6 групп было, но мы 5 групп сейчас с английским языком обучения перевели. Ал қазақ тілін біздің профессорымыз арада алып кетеді. Қазақ тілінен де жаман емес балалар. Ал енді қымбатты көрермендер, қымбатты оқытушылар, Илья, осы бағдарлама өте керемет идея, тамаша идея. Яғни жалпы мына Қазақстанда үштілділік мәселесі қазір өзекті мәселелердің бірі. Қазақстанның болашағы қазақ тілінде деп елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, біз мемлекеттік тілді әр уақытта жоғары ұстауымыз керек. Біз болашақ мамандарды академия қабырғасында құзыреттілігі жоғары, үш тілді терең меңгерген, үш тілді еркін сөйлей алатын маман қалыптастырамыз. Осы тұрғыдан келген кезде әрине қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде оның дәрежесі әр уақытта жоғары тұрады. Сөз жоқ, ағылшын тілі бізге қазір авиация саласында өте керек. Өйткені бүгінгі бітіріп кеткен түлектер, жоғарғы оқу орнын бітіріп кеткен түлектер жұмысқа тұрған кезде міндетті түрде үш тілді сұрайды. Мемлекеттік тіл, орыс тілі және ағылшын тілі. Енді ғылым мен техниканың дамуына байланысты ұшақтардың құрылымдары, жалпы ұшақтарға байланысты
барлық құжаттамалардың барлығы да ағылшын тілінде. Мысалы, ұшқыштарға ағылшын тілі ең қажетті тіл болып есептеледі. Кез келген жағдайда ұшқыштар ағылшын тілін оқысын, дұрыс, үштілділік болсын, бірақ мемлекеттік тілді жоғары қою керек деп ойлаймын. Мемлекеттік тілді жоғары қоятын себебіміз, өйткені Қазақстан Республикасының азаматы мемлекеттік тілді білу кез келген азаматтың парызы. Енді жалпы алған кезде біз қазақ тілін орыс аудиторияларында өткіземіз. Орыс мектебін бітіріп келген студенттер бірінші курста олар қазақ тілін оқиды. Мына ұшқыш мамандығында түскен студенттердің білім дәрежелері жақсы деп айтуға болады. Негізінен бірінші курсқа түскен студенттер мектептен бастап, бірінші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін қазақ тілін оқиды. Бұлар бізге келген кезде 4800 сөзді меңгеріп келу керек. Егер сөздік қоры 4800 сөзді қамтитын болса, ол студент ауызекі сөйлеу тілде де өз ойында еркін жеткізе алады. Мысалы, Илья, сізге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Сіз қазақшаңыз өте жақсы. Қазақ тілін қалай жүріп үйрендіңіз? Мен бірінші сыныптан ата-анам қазақ мектебіне берді. Негізі экспериментпін ба деп ойлаймын өзім кейде. Сіз өзіңіз орыс ұлтының өкілісі, иә? Ұлтыңыз орыс, иә? Иә. Солай қазақ мектебіне берді. Солай біртіндеп, бірақ негізі кішкентай кезімнен окружение дейді ғой. Қоршаған ортаның бүкілі қазақтар болатын, былай айтқанда. Достарым бәрі, иә, далада ойнаған кезде де қазақша сөйлеп, ойнап, күліп, сосын ата-ана солай бірінші сыныпқа берді. Бір кездері 10-шы сыныптарда ойладым, орыс тілін жаттықтыру керек тоже деп. Және де солай ауысайын деген орыс класына. Ата-анам рұқсат бермей, солай 11 сыныпты қазақ тілінде бітірдім. Осы жаққа түскенде де қазақ группасына түстім. Және де осылай үйреніп келдім. I'm very happy that your English level, the best level among the other students. I know it. It is yes, close to C1. Yes. And have you taken your IELTS examination? Well, to be honest with you, I didn't take it yet. I haven't taken it before. Okay. And I'm gonna take it tomorrow at 9 o'clock in the morning. I wish you good luck. Yeah, thanks. Okay, because your speaking level is good enough, and I hope you achieve your level not less than C1. I hope. I hope so too. Thanks. Thank you. Керемет, енді біздің осы мамандарымыз қазір авиация саласында осы 3 тілді меңгеріп, айтамыз ғой, свободно, чтобы говорили, да, еркін сөйлей алатын болса, енді бұл деген именно сейчас в рыночной экономике они будут компетентными специалистами, компетентными профессионалами, кадрами. Поэтому, так как авиация, Академия гражданской авиации, это кадровый, да, обеспечивает кадр по авиационной индустрии, по всем, например, направлениям. Это пилоты, это наши диспетчера, это наши авионики, механики, это ground personnel, we say, да, наземное обслуживание. Поэтому 3 тілді меңгерген маман қазір өте керемет жұмыс таба алады. Аяқ қолмен жұлып алып кетеді. Аяқ қолмен жұлып алып кетеді. Мен бір сұрағым бар еді негізі. Вот кейде біз автобуста отырамыз, және де апалар болады ғой. Вот қазақша сөйле деп айтады. Тек қана қазақша сөйле деп айтады. Осыған қалай қарайсыз? Ал енді ол апаларымыз негізі дұрыс айтады деп ойлаймын. Өйткені біз Қазақстан Республикасында өмір сүреміз. Қазақстан Республикасының азаматымыз. Тіл туралы заңда жазылған қазақ тілі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі деп. 1989 жыл 22 қыркүйекте қазақ тілі мемлекеттік тіл болып жарияланды. Одан бері қарай қанша уақыт өтті? 35 жыл өтті. Міне 35 жылдың ішінде мемлекеттік тілдің мәселелері әлі күнге дейін жауабын таппай келе жатқан мәселелер бар. Әлі күнге дейін. Сондықтан да қазақ тілінде сөйлесін, ана тілін білсін, е? Ағылшын тілінде үйренсін. Көп тілді білу мәдениеттіліктің белгісі, е? Енді біз білеміз ғой, өзге тілдің бәрін білу, өз тіліңді құрметтеу. Ана тіл болған соң, мәселен мен өзімде басқа ұлттың өкілімін, бірақ та өзім қазақ мектебінде оқып, қазір менің ана тілім, осы өзімнің ана тілі мен қазақ тілі екеуі бір дәрежеде жүріп отырады. Сондықтан мен бұл әр
бұл отбасынан басалады деп ойлаймын. Басталады, иә, дұрыс айтасыз. Тәрбие деген Тәрбиеден отбасынан басалады, басталады, бірақ та иә. мен кейде түсінбеймін осы автобустерге кіріп апалар қазақ тілінде, егер де біз бұйрық түрінде берсек, ол бала ол тілде сөйлемейді. Бұл Иә. жақсы көргізе білуіміз керек, Жақсы көру керек. жақсы Иә. көру керек. Иә. Қинатып, заставлять етуге да, болмайды. сен Болмайды, осыны иә. істе, ты должен, вот у нас есть вообще, как и модальный глагол в английском языке, да, you must, you ought to, Yeah. you have to do You have to. something. И когда мы говорим you have to do something, оно как-то начинает вот чуть-чуть Бұйыру мағынасында. отторжение. Да. Вот почему я сама как лингвист, именно английский язык, всегда удивляюсь, почему стараются люди записываться к носителю языка. Когда носитель языка проводит занятия, никогда не делает замечания. Даже если одно слово сказал наш, например, кандидат, да, который записан, они прям приветствуют и прям они радуются. И вот таким образом мы вот этот нарушаем языковой барьер, и мы даем, мы не показываем власть над этим студентом или над обучающимся, мы наоборот приветствуем его наравне, с ним вместе учимся. А егер біз өзіміздің қатесін түсеп, ана произношениеде бір қателік жүріп береді, например, да, произношение, и мы сразу начинаем исправлять, ол енді баланың сразу ана білімге деген құштарлығын, тілге деген құштарлығын жоғалтып тастауы мүмкін деп өзім ойлаймын. Сондай бір келем да. Мен негізі өз ойым бойынша кейде дұрыс айтады, бірақ негізі заңда жоқ сияқты, андай толығымен тек қана қазақша сөйлеу. Ол әр адамның өзінің қалай айтсам, өзінің шешімі деп ойлаймын. Өзі қай тілде сөйлескісі келеді, сол тілде сөйлеу керек деп ойлаймын негізі өз басым бұл мәселе бойынша. Енді біздің бұл өзіміздің, мы говорим, государственный язык, это наш государственный язык, мы обязательно, мы должны знать, мы должны. Қазір қарап отырсаңыздар, құжаттардың бәрі қазақ тіліне көшіп жатыр. Керемет, енді біртіндеп, we have some sayings in English as, for example, Mother Teresa says, if we do small things with great love, we can achieve our targets, our aims. Поэтому не надо, наверное, как бы быстрыми шагами добиться чего-то. Step by step. Step by step, маленькими шагами, когда мы идем к своей цели, мы достигнем, это долгосрочная будет наша действительно победа. Поэтому к этому надо идти прям маленькими шагами, но с любовью. Когда ты подходишь с любовью ко всему, что ты начинаешь, оно действительно дает хороший результат. Ну да. Так же и как люди профессию свою выбирают. Конечно. И если они выбрали, скажем так, если они пошли на эту профессию только из-за родителей, которые их заставили туда пойти, то у них со временем, ну, они поступили на первый курс, отучились, они поняли, что это не их. И, конечно же, они бросают эту учебу, забрасывают и ищут что-то новое, что-то свое. Енді менің ойымша, жалпы мына тілдік орта болу керек. Тілді меңгеру үшін тілдік орта керек. Мысалы, Қазақстан Республикасында жалпы қазақтардың саны қазір 80%-ға жетті. Біз 2011-2022 жылға дейінгі мемлекеттік тіл бағдарламасында 2017 жылдан бастап қазақтардың жалпы мына Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілде сөйлеу пайызы өсіп келе жатыр. 89% қазір қазақ тілінде сөйлейді деп біз болжам жасаудамыз. Яғни 2025 жылы ол пайыз 95%-ға жетеді деп айтып отырмыз. Яғни бізде тілдік орта бар. Мысалы, академияны алатын болсақ, академияда оқитын, мысалы, қазақ тобындағы студенттер үшін, орыс аудиториясындағы студенттер үшін, және ағылшын топтар жаңа құрылып жатыр, олардың оқитын студенттер үшін барлық жағынан тілдік орта бар деп ойлаймын. Мысалы, тілдің грамматикасын оқып, немесе сөздерді жаттаумен ол біз тілді меңгере алмаймыз. Бізде практика керек, тілдік орта керек, және оны күнделікті қайталап отыру керек. Қарапайым ғана мысал айтуға болады. Мысалы 35, 30, 45, 60 деген схема бар. Біз мысалы тілді үйренген кезде күн сайын 15 минуттан жаттығыңыз. Күн сайын 15 минуттан жаттығыңыз. Сонда басында 30 минут жаттығасыз, одан келесі күні 40 минут жаттығасыз, келесі күні 60 минут. Сол схеманы қолдансаңыздар да болады. Не болмаса күн сайын 15 минуттан жаттығамыз. Мысалы, әрбір тақырыпқа байланысты, мысалы бүгін танысу болса, танысуға байланысты сөз тіркестер, мысалы қазақ тілінде болсын, жаңағы орыс тілінде болсын, жаңағы ағылшын тілдерінде болсын.
міне осындай әдістерді қолдансақ, біз сабақта әрине студенттердің толық еркін сөйлеуіне, сөздік қорының көбеюіне мән береміз. Жалпы енді мына қазақ тіліндегі, мына орыс аудиториясында қазақ тілі де оқитын бізде қазір шетелдік студенттеріміз бар. Шетелдік студенттер көп. Оларға қазақ тілі бір жағынан қиын болғанмен де қызықты. Олар сабақта барлығын оқып үйреніп жатыр. Өз туралы айта алады. Мысалы, басқа шетелден келген студенттер өз туралы, жалпы сабақ туралы, сабақта өтілетін тақырыптар, одан кейін өздерінің тілдерімен салыстыру. Міне осы жағынан бізде жақсы жетістіктер бар деп айтуға болады. Енді орыс тіліне келетін болсақ, өздеріңіз білесіздер, орыс тілі бәрі біледі деп айтуға болады. Енді Қазақстан Республикасында 98% біледі деп ойлаймын. Бірақ кейде білмейтіндер бар. Енді білмейтіндерге, мысалы қазақ топтарына келген студенттердің, мысалы көбінесе ауылдан келген студенттер бар, мысалы. Жамбыл, Таза, қазақ ауылдарында келген студенттер бар, мысалы. Нарынқол жақтан келетін студенттер бар, мысалы, осы студенттерге әрине олар орыс тілін оқиды, өйткені оларға кейін бітірген кезде құжаттамаларда барлығын кейде орыс тілін толтыруға тура келеді оларға. Қарым-қатынас жасаған кезде де міндетті түрде олар орыс тілін қолданады, мысалы. Сол жағына келгенде олар не істейді? Орыс тілін оқуға мәжбүр. Енді өзіміз білеміз ғой, авиация саласында бұл ИКАО-ның біз тек қана біздің өзіміздің заңдарымыз бен қатар ИКАО-ның да құжаттарына талаптары қояды, соған стандарт соларға сай келуіміз керек. Сондықтан енді ол жерде екі тіл болып тұр. Қазір авиация тілі бұл ағылшын тілі мен орыс тілі. Сондықтан енді орыс тілінен біздің екінші курсқа өткенде де балалардың көбі мына кәсіби пәндерінің барлығы орыс тілінде жүріп отырады. Сондықтан да бір кішкене ол балалардың қиналып қалатын жағдайлары да болады. Орысша кішкене түсінбей, ана оқыған, енді 11 жыл оқыған бала бірінші курста қазақ тобында оқып, екінші курстан орыс тіліне өтіп кету оларға қиын келеді. Өте қиын келеді. Сондықтан қазір енді біздің мамандарымызда өте ағылшын тіл кафедрасында енді бізде қазақ тілі мамандары, орыс тілі мамандары отыр. Бар ынтасын салып оқытып, қазір енді біз енді 2 айда бір мониторинг жасап отырамыз по кафедре, да, на знание языка и какой уровень. Входной срез мы делаем, когда пришли они с каким уровнем, в течение 2 месяцев достигли какого уровня. Потом уже выходной срез мы делаем в завершении, да, 4-го месяца, это ближе к декабрю перед сессией, какой уровень они достигли, что надо делать. Если есть какие-то дополнительные моменты, надо будет проработать с этим обучающимся. У нас преподаватели как бы разрабатывают свои программы, и да, всегда идем мы на вопросы, в основном решается вот в пользу студента, именно по языковым, когда мы относимся именно по языковым предметам. Потому что по языковым предметам наша кафедра, да, кафедра авиационный английский язык отвечает, поэтому... Көбінесе сол батыс жақтан келетін, Маңғыстау жерлерінен келетін балалар, немесе Атырау, Ақтау деген жерлерден кішкене орыс тілін жетік меңгермей келеді да, осы жақта кішкене қиналады. Бірақ көбісі ынталанып, жаңағыдай жақсы үй жұмысын бүкілін жасап келеді. Соны байқадым. Енді мен ойлағанмын, Илья, сіз Шымкенттен келді ме екен деп. Себебі біздің Шымкенттен келетін балалар өте жақсы қазақша сөйлейді. Бізде Мезитов енді атын ұмытып тұрмын. Сол бала болған, енді ОБД керемет, таза сондай керемет сөйлейді. Ағылшында C2 мен IELTS-ын тапсырған бала. Сол енді Шымкенттен келген. Мен сіз енді Шымкенттен келді ме екен, қазақшаңыз керемет деп отыр едім. Керемет, енді Алматыда осындай. Қай топта оқисыз? ЛС 23-5, яғни пилот. Қазақ тобында оқисыз? Қазақ тобында. Бірақ бізде ағылшын тілдері де, орыс тілдері де жүреді. Дұрыс, қазақ тобында. Әрине, тырысам үй жұмысын орындап. Жақсы. Біздің қазір Азаматтық авиация академиясы енді халықаралық деңгейге, халықаралық неге шайық деп жатырмыз ғой. Как мы говорим, на международный уровень хотим, да, выходить на международный уровень. Соған енді қазір бізден 2 оқушы келіп отыр, студент келіп отыр Нигериядан. Солармен сіз араласыңыз ба? Араласамыз, кейде көрісіп қалғанда сөйлесеміз, оқуларыңыз қалай деп сұраймын, как вообще успехи и так далее. Они говорят, все хорошо, учимся, стараемся. Говорят, что иногда трудно дается некоторые предметы.
үйде тұрамын, иә, қалада. Алматылықтарға жатақхана бермейді Гүлназ Хажым. Мен ата-анамда жүрмейді общагаға. Және де негізі осы балалар общагада басқа балалармен сөйлесіп, өз қазақ, орыс тілдерін жоғарылатады, жаңағы окружение үйренеді, сол средаға түскендіктен оларға керек ол. Очень хорошо. У меня вообще такое предложение. Как раз мы сейчас кафедра авиационного английского языка, у нас же запущена программа Speaking Club. И именно прям привлекать их. У нас преподаватели Разим Куражана. Как мы будем вести с ними занятия? Я говорю, ребята, очень спокойно. Вы его как ассистента, двух ребят как ассистента возьмите, они ассистент профессора, будет помогать вам, они будут как раз работать с вашими группами. И вот сейчас, ребят, хотим создать вот такой вот языковую среду для наших студентов, да. Вообще интересно. И потом можно также, у нас хожу родные дети, с қазақ тілін, қазақ тілі топтарын балалармен сөйлесек, солармен, мәселен, біз екі баланы шақырсақ, олар енді қазақ тілінде үйренеді. Сөйтіп енді қазақ тілін енді құдай берсе. Біз енді қазақ тілі клубында ұйымдастырғымыз келеді. Бұндағы мақсатымыз жалпы мысалы қазақ тілін үйренудегі қандай қиындықтар бар. Қазақ тілін соны шешу жағын біз қарастырамыз. Мысалы, кім не үйренгісі келеді? Мысалы, орыс мектебінде оқып келген студенттер болсын, оқытушылар болсын, оларға қазақ тілінде еркін таза сөйлеу қиындау болады. Қиындау болады. Себебі, менің ойымша, мен негізі ағылшын тілін үйренген кезде, мен басында осы Just Speak It деген курстарға қатысып жүрдім, солардан бастадым. Және де бір моментте мен прогресс көрмей бастадым. Басында грамматика, vocabulary бәрін көтердім, бірақ бір моментте тұрып қалған сияқты болдым да, бір орында. Сосын ата-анам маған предложение жасады. Ағылшын үйрену үшін, давай біз сені Англияға жіберейік деді. Как раз среда болады сенде. И хочешь не хочешь научишься деді. Солай барьер кетіп қалды. И менің ойымша солай оларға да қазақ орталарымен көп араласып қазақша сөйлеуге тырысу керек деп ойлаймын. Сонда ұйымдастырсақ, мысалы, ол да тілді үйренуге үлкен орта болатын еді. Бірақ хочу отметить, что у нас в городе в целом много кто сейчас интересуется именно казахским языком, потому что я вот недавно вел Speaking Club в Just Speak It по казахскому языку, и пришло около 5-6 студентов, и все говорят, что нам просто интересно. Хочется, так как мы тут живем, хочется знать государственный язык. Ну и, конечно, говорят, английский и так учат. И в целом у них хорошо получается. И они очень стараются. Очень. Конечно, я говорю, когда человек он хочет, он к этому идет, с любовью идет. И вот получается на самом деле. И вот сейчас по поводу английского языка, если мы возьмем, у нас вы уже в первый курс, как раз со второго курса у нас интегрированная программа обучения, как Бекин Канелович уже настоял, чтобы мы рассмотрели, потому что, чтобы выйти на международный уровень, у нас студенты должны на самом деле говорить более чем свободно на английском языке, так как у нас специфика, она такая узконаправленная, авиационная, поэтому мы обучаем, например, если с первого курса они приходят с иностранным языком, как General English, from the second year they had their professional English for specific purposes, different subjects. And according to the new integrated program from the second year, our pilots, yes, there is a requirement to take IELTS test. IELTS, English, it is aviation English, a test system. And yes, in order to be more confident and to know the aviation English in good level and to have their training practice, they have to get certificate operation level 4. It is a requirement, at least 4. And we are proud of one our student. He achieved level 6. 6. Yes, it is
close to native speakers. Yes. Вот такие вот уровни, когда показывают, что даже 6-й уровень, даже сами носители языка не могут получить. He can apply for the British Airways. Absolutely right you are. И вот сейчас гордость, я могу вот гордо сказать, что это студент наш, выпускник, сейчас учится в не в докторантуре, да, приношу извинения, в магистратуре на первый курс поступил, поэтому, чтобы вот таких вот было много, чтобы... Ну, видно с первого курса, что человек выбрал ту профессию, которую он хотел, и ему легко прям дается, да, изучение и языка, изучение и русского, казахский язык свободный. Поэтому таких вот трехязычных, если мы будем готовить специалистов, на самом деле мы достигнем поставленной цели и будем соответствовать тем стандартам, которые мы ставим перед собой. Жалпы мына қазақ тілін үйренуге байланысты тағы да бір нәрсе айтқым келіп отыр. Жалпы мемлекеттік тілді авиация саласында біз қолдануымыз керек, біз енгізуіміз керекпіз. Авиация саласына керек. Өйткені жалпы мына жоқ, екі ауаға емес, жалпы авиация саласында біз мемлекеттік тілді қолдауымыз керек және қолдануымыз керекпіз, айту керекпіз, мемлекеттік тілде сөйлеуіміз керекпіз. Біздің Райзам Құрманжан екеуміздің грант қаржыландыру бойынша, жас ғалым грант қаржыландыру бойынша біздің үлкен ғылыми жобамыз бар. Оның тақырыбы Қазақстан Республикасының азаматтық авиация саласында мемлекеттік тілді енгізудің тиімділіктерін жоғарылату әдістемесін талдау деп аталады. Біз 2022 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатырмыз. Біздегі мынандай қорытынды айтқым келеді. Біз барлық авиакомпаниялардың мамандармен жолықтық. Жаңағы әуежайға барасыз, мысалы Алматы Астана рейсі бойынша, мысалы ұшаққа билет алдыңыз, бірінші тіркеуге барасыз, солай ғой? Тіркеуде қазақша сөйлесеңіз, сізге қазақша жауап беру керек. Ол жағынан мен өзім мысалы Астанаға барған кезде бір 2-3 рет ұшқан кезде өзіміздің азаматтық авиация академиясының тасымал қызметінің мамандарын, өзіміздің студенттер қарсы алды. Тамаша, өзіміздің студенттер қалыңыз қалай деп, қуанды, мысалы қалыңыз қалай деп барлық қазақша сөйледі, бірақ өткен кезде әрине етігіміз шешеміз, сол жағында қиында етігіміз шешеміз, барлық жерде етігіміз шешеміз, мысалы туфлиіміз шешеміз, туфлиіңіз апа ана жаққа салыңыз, мына жаққа өтіңіз деп сондай жылы ниет білдіреді. Ол жақсы, біздің оқыған студенттеріміз, бізден оқыған студенттер. Ары қарай кабинаға кірдіңіз, енді ұшқыш ұшақ салонында ұшақ командир хабарлайды үш тілде. Мысалы менің таңғалатын, қай әуе компанияға бармасақ та, қай әуе компанияның ұшағымен ұшпасақ та, міндетті түрде олар өте тез сөйлейді. Енді қазақ тілінде сөйлеген кезде кейде қатемен сөйлейді. Мысалы, біз зерттеу жұмыстарын өзіңізде көріп отырсыз ғой. Мысалы, қ, ң, ғ әріптерін қате айтады. Одан кейін өте тез сөйлейді. Одан кейін жаңағы жылдамдықпен бұл жерде үтірге тоқтау, нүктеге тоқтау деген жоқ. Яғни дикцияны дұрыстау, осындай қазақ тілінде тән дыбыстарды дұрыс айту сияқты жаңағы мәселелерді біз қозғадық. Мен оны өздеріне кейін жекеде айттым. Біз оны зерттеу жұмысында жаздық. Соған байланысты біз осы азаматтық авиация саласының мамандарына арнаған қазақша орысша тілдескіш жасадық, оқу әдістемелік құралын жасадық. Бұның барлығы біздің кітапханада бар. Кез келген авиация саласының маманы, мысалы қазақ тіліне байланысты қандай термин бар, осы мемлекет тілге осындай нәрсені үйренгім келеді, көрсетіңіздер деп келсе, біз әр уақытта оларға бағыт бағдар беруге, айтып беруге әр уақытта есігіміз ашық. Біз олардың бақтан тұтамыз. Одан кейін біздің ректорлық грантымыздың да тақырыбы осы мемлекет тілге байланысты. Біз онымен де жұмыс жасап жатырмыз. Ондағы мына келесі біздің ұтып алған ректорлық грантымыздың тақырыбы жалпы тілді үйренудегі тілдік барьерлерді, кедергілерді болдырмаудың жолдары. Міне осы тіл, қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі, мысалы студент, білім алушы қандай жағдайда барьерімен күресе алады. Біз осымен зерттеу жұмысын жасаймыз, әрбір топтарда осы әдісті біз қолданамыз. Бұдан кейін бір ай бізде жаңағыдай бір ай бойы біз сабақта сол әдісті қолданып көреміз. Апробация будет. Сабақта қолданамыз. Ол енді мына психолингвистикалық тұрғыдан. Психолингвистикада мысалы сіз қазақша жақсы сөйлейсіз, еркін, өйткені сізде практика бар. Мысалы біз аудиторияда сұраймын балалардан, сіздерге қазақ тілін үйренуге
қандай қиындықтар тудырады. Мысалы бастауыш топта мысалы әрбір топта мысалы 3 баладан 4 баладан 5 баладан мысалы басқа ұлт өкілдері бар. Мысалы олар өздеріңіз білесіздер, орыс, кәріс дейміз, неміс, түрік тағысындағылар. Ал енді түркі тілдер тобына жататын ұлттар бізге түркі тілдес халықтың азаматтары, оларға енді олар жақсы сөйлейді. Мысалы Тәжікстаннан келген студенттер болса, олар өздерінің тілдерімен салыстырады. Олар бізге керегі, менің сөздік қорым жоқ, нет у меня словарного запаса дейді. Сөздік қорымыз жоқ, практика керек дейді. Мен сабақта, міне бізде сабақ бар ма? Ол сабақта біз практикалық сөйлесіңіз, менімен қазақша сөйлесіңіз, WhatsAppта қазақша жазыңыз деймін. Жатақханада тұратындармен жатақханада қазақша, мысалы жатақханада шығады тамақ жасап жатады, мысалы кез келген сұрасын, қай жерден келдің, бүгін ауа райы қандай, жаңағы тамаққа не қосамыз, мына тағамдардың атауларын біліп алуға болады. Мысалы сағат нешеде, дүкенге қай уақытта барасың, не сатып аласың, мысалы осындай, яғни тілдік ортада сөйлей үйренсе, Сейчас очень много, да, вот этих даже интернет-ресурсов очень много. Если ты хочешь изучить, например, английский язык, русский язык, қазақ тілін білім билет десеңіз, өте көп іздену керек, табу керек соны. Сондықтан да мына ұшақ салонындағы ұшқыштар, әуе серіктер барлығы ең алдымен мемлекеттік тілдегі хабарламаларын қатесіз айтса, ол нұр үстіне нұр болатын еді. Өйткені мен сізбен келісемін. Ол халықаралық рейс болсын, қандай рейс болсын, оның ішінде мен кейде жаңағыдай сондай тез сөйлеген кезде өзім ұялып отырамын. Біріншіден, екіншіден, енді біздің бұл радио байланыс кезінде требования есть 4 четверки документы Кауна, где сказано, что в минуту не более 100 слов надо говорить. Поэтому иногда вот эта скорость речи, мы говорим fluency, да, тоже от этого зависит. Не засорять эфир, много не говорить, 100 слов в минуту. И представляете, вот этот знак запятая, вот если мы будем ставить, оно будет очень долго, много времени будет занимать, поэтому это тоже кішкене. Он маған түсіндіріп айтты, содан мен ұшқыштан сұрадым. Сол рейсте біз артымызда бір ұшқыш кісі отырды, мен сұрақ қойдым, неге? Мына әуе серігі өте тез сөйледі. Ұшқыш 4 қате жіберді сөйлеу барысында. Осындайлардан біз қашан арылуға болады? Курсқа келсін қазақ тілі, біз үйретейік. Біз ондай мына жас ғалым бағдарлы грант қаржыландыру бойынша біз хаттардың барлығынан жаздық, скатқа да жаздық, Айрастандағы да жаздық, қазақ еркіде жаздық. Гүлназға Жұмаратовна 2 апталық курс өтіп келдіңіз, немен өттіңіз? Бірақ ешкім бізге жауап берген жоқ. Олар айтады, жоқ, біз 3 тілді дайын әуе серікті аламыз дейді жұмысқа. Міне осындай жағдайларда шешілсе, әрине бұл жақсы болатын еді деп ойлаймын. Бірақ күнделікті өмірде өзіңіз байқайсыз қателерін. Қателерін байқаймын, одан кейін ақырын әуе серікке айтамын мен. Мен мысалы сосын әуе серіктерге айттым, мына жерде мына әріпті былай айту керек. Сөйлеген кезде мен түсініп тұрмын, тез сөйлеу керек, бірақ менен басқа қанша адам отыр. Дұрыс айтасыз. Содан кейін мысалы әуежайда дикторлар хабарлайды, қандай, қашан, қандай рейс болады. Одан кейін соның сөйлегендерін түсінесіз бе? Жоқ, түсінбеймін. Ешқашан түсінбеймін. Бұл қандай кедергілер болуы мүмкін деп ойлайсыз? Менің ойымша ол микрофондары дұрыс емес деп ойлаймын, немесе колонкаларында қателер болуы мүмкін. Не болмаса акустика дейміз, наверное, как бы не рассчитано иногда бывает. Жоқ, акустикасы болған күннің өзінде де сөйлеген кезде, жаңа айттым ғой, жаңағы дауыс дикциясы, сөздерді қате айту, мысалы мен өзім оны көрдім, естідім. Біз оны зерттеу жұмысында жаздық, есептеп біз оны жаздық. Екпінді, сырғағы, бәрі ол деген әсер етеді енді. Мысалы біз мемлекет тілді авиация саласында қалай терминдерді енгізуге болады деген сұраққа тоқталайықшы. Мысалы қандай терминдер? Мысалы қарапайым ғана мысал, сіз айтасыз, мен қазір аэропортқа бара жатырмын дейсіз. Сіз әуежай деп айтпайсыз. Солай ма? Сұрайды, Илья, сен регистрация өттің ба? Тіркеуден өттің ба деп сұрамайды. Айтады, мен регистрациядан өттім дейді. Солай ма? Посадка болды ма деп сұрайды. Солай ма? Посадка. А неге қону деп айтпаймыз? Неге әуежайға бара жатырмын деп? Неге тіркеуден өттім деп айтпаймыз? Және осы сияқты қарапайым ғана терминдерді айтсақ қазақ тілінде, яғни ол тілдік ортаға енетін еді, яғни біздің тілдік қолданысымызда ол енгізіледі, жүргізілетін еді, айтатын еді. Солай ғой? Біз осындай қарапайым сөйлемдерден, сөздерден бастасақ, ол мемлекеттік тілде бұл болашағы зор деп ойлаймын. Енді авиация саласында әрине бұл керек. Бұны біз қолдануымыз керекпіз. Өткендегі жасаған зерттеу жұмысы бойынша, мына көп авиакомпаниялар, мысалы біз частный дейміз, жеке авиакомпаниялардың көбі ресми тілде ғана қолданылады. Ол мемлекеттік тілде көп жағдайда қолданбайды. Біз ол туралы зерттеу жұмыстарын жасадық. Біз енді мына зерттеу жұмысының соңында осы ұсыныстарымызды айтамыз. Сол ұсыныстар бойынша әрбір авиакомпанияларға өзіміздің зерттеген тақырыптарымыз бойынша
мәселеміз бойынша ұсыныс айтамыз. Коммерческие предложения, да, уже можно будет делать. Менің ойымша қандай тілді болмасын меңгеру үшін сіз фильмдер немесе осылай подкасттарды және де өлеңдерді тыңдап оны разбирать етіп жаңағы Талдап, талдап, яғни талдап және де сол талданған сөздерді жазып алып оны күнделікті өмірде қолдануға тырысу керек деп ойлаймын. Сол кезде ол жаңағы мида қалады. Есте қалады, Чтобы научиться любому языку или тот же самый вокабуляр, чтобы поднять уровень вокабуляри, то нам надо ассоциации, получается. Вот ты новое слово выучил, тебе нужно составить ассоциацию, чтобы, скажем так, оно не забылось. Ассоциация – это самый лучший способ, чтобы выучить любые слова. Вот, например, закрепление. Да, вот, например, мы все знаем слово созвездие, да? Но многие не знают перевод. Но вот, чтобы запомнить, вот, допустим, представьте, что вы видите в космосе летит конь с тележкой. И вот слово constellation. Вы уже запомнили. Примерная ассоциация. Конь с тележкой летит. Constellation, yes. Очень хорошо. Ассоциировано, да, действительно, он дает хороший один из таких подходов к изучению. Очень хорошо. Солар қазақ сөздерді де ассоциациялармен жаттап, немесе орыс тіліндегі сөздерді де ассоциациямен жаттасақ, ол тез жатталады. Және де дұрыс, енді в данном случае я действительно согласна. Любое слово имеет ассоциацию с чем-то, да. Если ты хочешь его развить, ты уже с этим словом несколько предложений составил. Оно должно быть уже и входить из пассивного вокабуляра в активный вокабуляр. Когда уже ты используешь, закрепляешь, он уже у тебя уже начинает в подсознании записываться все, и он в любом случае ты уже его хорошо запомнишь. Но я говорю, вот каждый день мы всегда говорим своим обучающимся студенты, уважаемые ребята, давайте вот в день по 10 слов в день прям уделите. И да, ну как мы начинаем говорить? Мы начинаем говорить, если мы возьмем, например, у ребенка, да, детей своих. Мы родили, я говорю, дети сразу, говорю, с первого же дня с рождения, или когда ему исполнится годик, он же не используя вот это в виде временной формы, как мы говорим, 16 форм, да, в английском языке, они не разговаривают. Они начинают слова вначале, а потом уже, когда он определенный набирает словарный запас, у него уже начинается потихонечку, да, из этого словарного запаса как бы предложение составляется. Точно так же в изучении, и когда ты вот такие вот на доступном языке, убирая какие-то вот научные подходы свои, да, объясняешь, и они студентами быстро воспринимаются, и вот по этой технологии начинают изучать. На самом деле оно и помогает студентам нашим. Керемет, ол Ильяс, қазақ тілінде қандай шығармаларды оқып жүрсіз? Қазақ тілінде шығармалар оқып қазіргі таңда оқып жүрген жоқпын, себебі қазіргі таңда Артур Хейлидің Аэропорт деген романын оқып жүрмін, себебі бізде орыс тілінен оны 10 күнге оқып шығуға берді, себебі бізде осылай оны класста талдап, сонымен жұмыс жасайын деп жүрміз. Қазақша музыка ән тыңдайсыз ба? Қазақша тыңдаймын. Төреғали Төреәліұлыны және де басқа да әншілерді тыңдаймын. Және де мен негізі айтайын деген нәрсем, кейде осы тілді білген кезде тілден тілге ауысуға кішкене қиындықтар болады. Себебі тілім бұрылып кетеді. Және де сөздерді кейде қазақ тілінде білсең, ағылшын тілінде білесің, бірақ сол моментте білмей қаласың. Қазақ тіліндегі переводы тұрады да басында, бірақ ағылшыншасын ұмытып қалуы мүмкінсің. Кейде сондай проблемалар болады екен. Бірақ оны жеңуге болады, иә? Оны практика. Барлық жерде практика. Вот мы, например, Илья говорим, вот когда ты зашел в класс английского языка, старайтесь даже думать на английском языке. Вот вы, на каком языке вы думаете? Я думаю. Вот вы сами, да, по национальности у нас русский, да? Учились 11 лет в школе казахском. И сейчас английский активно идет. Вот на каком языке вы думаете? Все у меня спрашивают этот вопрос. Очень хороший вопрос, мне кажется, потому как
Я думаю, на всех 3. Получается, на каком языке задали мне вопрос, на том и думаю. Но иногда бывает, вот, допустим, просто в автобусе еду и задумался. Это бывает то на английском, то на русском и то на казахском. И они бывают даже вперемешку прям. Первое слово на английском, второе на казахском и третье на русском. Вот так вот было. Жастар қай тілде? Мысалы, қазақ тілінде сөйлесе, жалпы қазақ тілін мысалы кейде бұзып сөйлейтіндер бар, иә? Болады, ондай бар. Болады, иә, мысалы. Ауызекі сөйлеу тілінде сөйлейді. Сөздерді айтпайды, қысқа айтамыз мысалы. Сленг ретінде айтамыз кейде. Сленг ретінде. Міне осындай сөздерді сіздерге қай тілде сөйлеген ыңғайлы? Ағылшынша окей дей саласыз ба, әлде жарайды дейсіз ба? Окей деймін. Себебі қазақ тілмен жеттік меңгердім. Енді маған кішкене ағылшыншадан көбінесе практика көбірек керек. Сондықтан мен күнделікті өмірде тырысамын ағылшынды қолдануға. Себебі қазақ тілін мен оқуда да қолданам, математика, физика пәндерін оқығанда да қолданам. Ағылшын ұмытылып қалады. Сол кезде сол ұмытылып қалмас үшін күнделікті өмірде тырысамын қолдануға ағылшын тілін. Әрине орыс тілінде ұмытпаймын. Ал үйде сізден бауырларыңыз, қарындастарыңыз бар ма? Бар, бір ағам, 3 әпкем бар. Олармен сіз орыс тілінде барлығымен орыс тілінде сөйлесем. Жоқ, олар оқыған жоқ, себебі мен үйдегі ең кішкентайым, ең кенжесін десек те болады. Сондықтан мен экспериментпін деп айтамын өзімді. Өте жақсы эксперимент шыққан сізден, иә? Керемет шықты. Рахмет сізге, Илья. Сіздерге де рахмет. Ал енді құрметті мына шақырғандарыңызға көп рахмет. Бүгін біз мына тіл туралы, тілдік орта туралы, тілді үйрену туралы көп мәселелерді қозғадық деп ойлаймын. Сізге де рахмет келгеніңізге. Әрине мен келсем сізбен көп мәселені қозғадық, көп мәселені шештік деп ойлаймын. Әнді келешекте көп мәселені әлі шешеміз деп ойлаймын сіздермен. Рахмет сізге. Мен енді ойлаймын, қай тілде де сөйлесеңіз, қай тілде сөйлемесеңіз, аспанымыз ашық бұл. Бейбітшілік заманда өмір сүрейік. Тіл деген енді өзіміз алдымызға бір мақсат қойып отырсақ, сол мақсатымызға өзіміз жетеміз деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Азаматтық авиация академиясының студенттері бәсекеге қабілетті, мықты маман болып шығуларына тілектеспін. Рахмет. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.